Дерттен саулық арнасы. Алма сірке суы адам ағзасына пайдасы. Неліктен бұл ашыту өнімі қант диабетін емдеу үшін қолданылған? Тамақ ауырғанда, қышығанда қалай қолданамыз? Қыста денсаулықты қалай нығайтамыз? Артық салмақтан қалай арыламыз? Алма сірке суы тағы не үшін пайдалы? Осы ақпараттарды алу үшін бейнероликті аяғына дейін қараңыз. Сіз білмейтін ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің арнамыздың барлық оқырмандарына сәлем жолдаймыз. Ал жаңадан келген оқырманымызға еске салғымыз келеді. Арнаға жазылуды және де қоңыраушаны ұмытпаңыз. Аспаздыққа танымал және халықтық медицинада кеңінен қолданылатын алма сірке суы бұл алма шырынына жинақталған сұйықтық. Табиғи өнімнің қасиеті қабыну процесі мен ас қорыту жүйесін жақсартады және де ағзадан токсиндерді шығарады. Көп адамдар алма сірке суын адам ағзасына пайдалы екенін біледі. Ал бірақ білмейтін адам қаншама. Сонымен алма сірке суын көп деген тағамдарға қосуға болады екен. Көбіне алма сірке суы салаттарға қосылады. Неліктен алма сірке суы адам ағзасына пайдалы? Алма сірке суы ішкі органдар жүйелерінің жұмысын жақсартады. Және де алма сірке суы келесі жағдайларға пайдалы. Асқазан моториканың бұзылуы. Әр адам моториканың бұзылуына тап болады. Мысалы, біз белгілі бір тағамды мөлшерден көп жеген уақытта асқазан айналасындағы ауырсынуды, іштің кебуі, газдың жоғалу құбылыстарын байқаймыз. Бұл асқазан қорытуы нашарлады дегенді білдіреді. Бұл мәселені шешу алма сірке суы. Алма сірке суының құрамында пектиндер бар. Оны табиғи антибиотик деп атайды. Алма сірке суы бүкіл ағзадағы және ас қорыту жолындағы ауырсынуды жояды. Ол үшін біз не істейміз? Бір стақан 200 мг суға 2 ас қасық алма сірке суын қосып ішесіз. Сіздегі проблема жоғалады. Тамақ ауруы немесе тамақ ішуі кезінде алма сірке суын қолдануға болады ма? Тамақ қышынуын және де жөтелді тез жеңетін боласыз. Тамақтағы жөтелді қышынуды адамзаты ыстық ішумен жеңуге болады деп ойлайды. Бірақ нағыз көмекші алма сірке суы. Алма шырыны бар қышқыл тамақты қышынуға қарсы бактерияларды жояды және тамақты қалыпқа келтіреді. Оны қалай қолданамыз? 200 мг стақан суға 50 мг сірке суын қосып, тамағыңызды шаясыз. Аяғыңыз тартылып қала беретін болса, алма сірке суы аяқ тартылғанға емдеу үшін сәтті қолданылады. Мысалы, түнде ұйықтап жатсаңыз, аяғыңыз немесе қолыңыз тартылып қалуы мүмкін. Ұйқылы тартылып жатқанын біліп, ұйқымызды аша алмай, аяғымызды соза салуымыз әбден мүмкін. Оның денсаулыққа кері пайдасы бар екенін ұмытпаңыз. Жоғарыда айтып кеткендей, тартылыс күшін қалай емдейміз? 2 ас қасық алма сірке суын алып, 1 стақанға 200 мг су құйып, 1 шай қасық ара балын салып, жақсылап араластырамыз. Бұны қолдану кезі ұйықтар алдын 15 минут бұрын ішіңіз. Және де жақсы ұйықтайсыз, тартылыс күшінен айығасыз. 1 шай қасық алма сіркесін 1 стақан сумен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Миокард ауруларының алдын алу. Жүрек қан-тамыр жүйесінің аурулары өлімнің барлық факторларынан жетекші орын алады. Жүрек ауруының себебі қанның жоғары болуы, холестерині сирек болуы. Дамып келе жатқан атеросклероз біздің қозғалысқа елеулі бұзылулар тудырады. Атеросклероздың дамуын болдырмаудың жолдары алма сіркесін қолдану. Жүрек қан тамырлары патологиялық процестерінің дамуын болдырмау. Жүрек тамыр жүйесі қандағы холестеринді төмендетудің негізгі себебі табиғи жолмен алынған бірегей сірке қышқылы. Қант диабетін қалай емдеуге болады? Қант диабетінен семіздік аурулар және де қанның глюкозасы күннен күнге өсуде. Ал алма сірке суының қант деңгейін қалыпқа келтіретін қандай қасиеті бар? Қандағы қант пен инсулинді төмендетеді. Қолдану шаралары: ұйықтар алдында 20 минут бұрын 2 ас қасық алма сірке суын 1 стақан 250 мг суға қосып, жақсылап араластырып ішесіз. Қандағы глюкозаны төмендетіп, азанда ұйқыдан оянғанда қанттың көтерілуін қалыпқа ұстайды.
Алма сірке суы тағы не үшін пайдалы? Алма сіркесінің көмегімен эмальді ағартуға, ауыз қуысын дезинфекциялауға, тістердегі тастарды кетіруге болады. Алма сірке суының құрамы ас қорыту ферменттерін жақсартады. Алма сірке суында 16 амин қышқылдары мен көптеген минералдар мен калий бар. Алма сіркесінің көмегімен денені тазартумен ғана қоймай, сонымен қанды жақсартуды әл-қуатты етеді. Сонымен қатар дәрумендерге бай минералдар бар. Өнім табиғи антисептик болып отырып, денені әртүрлі суықтан, жұқпалы аурулардан қорғауға мүмкіндік береді. Әр аш қарынға 200 мг сумен бір ас қасық сұйытылған алма сірке суын қосса, адамның көру қабілеті, жүректің тамырлары берік болатыны байқалады. Алма сіркесінің негізгі қасиеті токсиндерді байланыстырып, қышқылдың көмегімен ішектен шығару процестері бар. Қыс мезгілінде денсаулықты қалай нығайту керек? Сізге қажет заттар: бір стакан сүзілген су дайындаңыз, бір ас қасық алма сірке суы, сұйық бал. Алма шырыны стакан суға құйылады, мұқият араластырылады және дәміне қарай бал қосады. Қайтадан мұқият араластырыңыз және ішуге болады. Рецептке лимон шырынын және кішкене шымшып ыстық қызыл бұрышын қосып, денеңіздің қорғанысын арттыратын жылыну қасиеті бар. Алма сірке суы шынымен пайдалы және тиімді өнім. Бірақ барлық қарсы көрсеткіштер мен ұсыныстарды ескере отырып, оны сақтықпен қолдану керек. Денсаулығыңызды сақтаңыз. Бәрі білу керек. Дәстүрлі медицина құралдарын ақылмен қолданыңыз. Егер сізде ішек, асқазан, бауыр проблемалары болса, немесе арнайы дәрігер диагноз қойған жағдайда ғана алма сіркесін қолдану ұсынылады. Алма сірке суын тазарту курсын бастамас бұрын міндетті түрде кеңес алу ұсынылады. Дәрігермен кеңесіңіз. Барлық қажетті зерттеулерден өтіңіз. Содан кейін ғана тазалану нұсқаларын қолданыңыз. Егер өз бетіңізбен қолданатын болсаңыз, кері әсерін беруі мүмкін. Ағзаға пайдалы болуы үшін оны қалай дұрыс ішу керектігін білу керек. Сіздермен бірге дерттен саулыққа арнасы арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз.